Мінекей бұл Kia Rio'ның 2020 жылғы буынның рестайлы. Дәл қазір бізде басқаша фарлар, решетка. Дәл алдыңыздағы Rio Kia Rio Premium, яғни ең максималды комплектациясында мінекей көрсетіп кетейін. Бізде классик 1.4 қозғалтқыш көлемімен 5 миллион 890, екіншісі 6 миллион 390, классик аудио деген комфорт 6,5 мыңға. Мынау бізде дәл қазір 8 миллионға тұр. Бұл жерде 1.4 қозғалтқыш көлеммен және де 1.6 автомат. 123 аттың күші бар. Мінекей. Дәл мынада барлық комплектация кіреді. Қараланған решетка, яғни. Және де алдымызда линзалық туманник, фарлары обычный хрустальный. Фарымыз айтарлықтай ұзарған. Енді бір рестайл болса, лобовойға дейін жететін шығар енді. Заводтық дискасы қазір айтамын, 16-лық дискада 195-55 R16. Бізде 5 ключевой доступ бар, кілтсіз қатынас, яғни артында не өзген? Артында бампер, мынау екі фейк мұржалар, екеуі де автокөліктің бір түрін құртып тұр. Артында ашатын тетік жоқ. Бұл жерде бізде камера заднего вида, яғни бесключевой доступ. Никельденген есіктің тұтқалары. Бұл версиямызда ішінде өзгерген ештеңке жоқ. Бәрі қарапайым. Алдымызда монитор. Пластиктің бәрі сапалары жақсы. Эконом класстағы автокөлікке мультироль, бізде круиз контроль бар екен. Және де мұнаның бәрі антизанос, және де автокөліктің дөңгелегінің қысымын өлшеу. Бір тереземіз ғана автоматты түрде ашылады. Мұна жерде есікті құлттау және де ашу главный басқаратын тетігіміз. Және де терезені құлттау, екі құлағымыз жиналады. Жалпы керемет. 8 миллионға негізі автокөліктің бағасы миға сыйымды. Рөліміз резинкеден. Мінекей. Ортамызда ақылды компьютер. Мына жерде мониторы дәл қазір жұмыс жасамайды. Себебі автокөліктің кілті ішінде емес. Бұл жерде климат контроль бір каналды. Және де мына жерде 12 вольтқа, екі адамға 12 вольтқа тетік бар, және де бір USB порт. Екі алдыңғы жолаушыға орындық жылытқышымыз, рөл және де парктроник бар. Мына жерде 6 сатылық қорап, типтроникта. Үстімізде не бар? Үстімізде люк жоқ. Кәдімгі жарықтары. Мына жерде айна бар, жүргізушіде. Жағында бар, бірақ бетіндегі пердесі жоқ екен. Автокөліктің жалпы былғарысының сапасы жалпы жақсы, бірақ та мынау былғары емес. Былғары алмастырушы жай ғана. Яғни дермантин деп айтамыз бәріміз. Мынау да жұмсақ. Бұл версиясында бірақ шынтақ тірегіш бар екен. Жақсы. Очки салғышымыз, 2 стақан салғышымыз, және де мұны жерге бір заттарыңызды лақтырып қойсаңыз болады. Қазір артын көрсетейін. Қазір автокөліктің орындығы максималды түрде артқа жылжып тұр. Артындағы кеңістікті бір көрсетіп жіберейін. Артындағы орын өте аз, тым аз. Бірақ енді дәл осындай бойыңыз 2 метр болса, сіздің артыңызға адам отыра алмайды. Мен мына жерде қысылып қалдым қазір. Артында бір ғана USB порт бар. Болды. Шынтақ тірегішіміз жоқ. Мұнда 2 сатылық, артқа 2 жолаушыға орындық жылытқышымыз. Автокөліктің мінекей алдыңа бейнесін бір көрсетіп жіберейін. Жүргізуші ретінде осындай. Пластиктары бәрі сапасы жақсы. Жүк салғышымыз мына жерден ашылады.
Қазір жүксалғыштың ішін көрсетіп жіберейін. Мінекей ручкаларымыз, есіктің тұтқаларын және де мына жері никельмен болды. Мінекей жүксалғыш айтарлықтай кең екен. Мына жерде қалташа, яғни терезе жуғысыңыздың бөтелкелерін қойып қоясыз. Астында не бар? Астында кәдімгі өзінің қосалқы дөңгелегімен домкрат. Жақсы жалпы. Мына жерде тұтқасы бар екен. Барлығыңызға белгілі. Акценттерде бұл тұтқа жоқ. Қолыңызды былғау керек болады, мыналарда тұтқа қойған. Бәрі жақсы, интуитивті. Және де міне камера заднего вида, яғни артын көрсететін камера. Бір артындағы ұнамайтыны мына екі мұржасы өте автокөлікті ұсқынсыз етіп көрсетеді, былайша айтқанда. Мінекей Kia Rio'ның сыртқы кейпі жалпы осы. 8 миллионға тұрарлық па? Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. 8 миллионға осын алған дұрыс па? Әлде Camry 50 аласыздар ма? Пікір қалдырыңыздар, баршаларыңыздың пікірлеріңізді ойға саламыз. Сондықтан да тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған мен Жеңіс Тұрлыбай. Баршаларыңызға сәттілік, біздің арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Келесі осындай клиент ретінде келіп, қай автокөлікке обзор жасағанымды қалайсыздар? Міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Баршаларыңызға рахмет.